Because we like the story. Yes, I exactly. mean, Халид Эргенч керемет ғасыр тарихи сериалынан кейін әлемге танымал болған түрік актері. Осман империясының билеушісі Сұлтан Сүлейменнің рөлі бүкіл әлемдегі миллиондаған жанкүйерлерді актерге ғашық етіп, оны түрік киносының нағыз сұлтанына айналдырған актердің мен бүгін жеке өмірі, мансабы және табысы туралы ақпарат беретін болам. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Халид Эргенч 1970 жылы 30 сәуірде Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Жігіт бала кезден шығармашылыққа құмар болды. Өйткені болашақ жұлдыздың әкесі елге танымал актер, композитор және ақын болды. Үйдегі қолайлы атмосфераның арқасында Халид би және музыкамен белсене айналысқан. Әсіресе джаз орындаушыларының жанкүйері болды. Мектепте оқып жүргенде спектакльдерде ойнаған. Бәрі оны әкесінің кәсібін жалғастырады деп ойлағанымен, ол бастапқыда басқа мамандық таңдады. Халид мектепті бітірген соң бірден Стамбул техникалық университетіне оқуға түсті. Алайда көп ұзамай оқудан шығып кетеді. Осыдан кейін ол консерваторияға түсуге шешім қабылдады. Музыка теориясы мен опера әншілігін оқып жүріп, актерлік мамандықты да бірге алып жүреді. Дәл осы белсенділік Халидке болашақта Түркияда ғана емес, шетелде де сәтті актерлік мансабын құруға көмектесті. Актер мансабын ең алғаш 1996 жылы тұсауы кесілген Қара періште сериалымен бастаған. Ал бізге 1001 түн сериалы арқылы танымал. Әрине, бұл рөлдердің барлығы жас актерге үлкен табыс әкеле алмады. Дегенмен, Халид керемет ғасыр жобасындағы Сұлтан Сүлейменнің рөліне бекітілгеннен кейін әлемдік атақ пен үлкен табысқа ие болды. Осман империясының басшысы ретіндегі рөлі үшін бір бөлімінен 30.000 ақш долларын алған. Осы төлемнің арқасында актердің жылдық табысы 1.200.000 ақш долларын құраған. Керемет ғасыр сериалына түскен 4 жыл ішінде 5 миллион ақш долларына жуық табыс тапқан. Және де осы сериалдағы рөлі актерді әлемге танытты. Сонымен қатар көптеген марапаттарға ие болды. Актер осы табысының және танымалдығының арқасында отбасымен бірге үлкен зәулім сарайында тұрады. Үйі Стамбулдың ең бай районында орналасқан. Үй шамамен 132.000 ақш доллар тұрады. Актердің әйелі үйінің ішкі көрінісін, сонымен қатар отбасылық өмірлерін Instagram парақшасына жиі салып тұрады. Мәселен, үйдің көптеген жатын бөлмелері, үлкен ас бөлмесі, 3 демалып отыруға арналған террасасы және 2 бассейні бар. Ал актердің көлігі швейцариялық Volvo маркалы автокөлік. Көлік шамамен 40.000 ақш доллар тұрады. Актер үшін ең бастысы үй, машина емес, отбасына деген махаббаты екендігін айтқан. Дегенмен, актердің жеке өмірі бірден сәтті болмады. Халид 2 рет үйленіп, отбасылық бақытын тек екінші некесінде тапты. Халидтің бірінші таңдауы Гүзем Сойсал. Ғашықтар 2007 жылы үйленді, бірақ 1 жылға жетпей жұп ажырасуға шешім қабылдады. Оған себеп актердің әйелі сол уақытта студент болған екен. Сол үшін отбасылық өмірге көңіл бөле алмапты. Ал Халид тез бала сүйгісі келген екен. Осы себепті ажырасқан актер әйеліне 180.000 ақш доллар өтемақы төлеп, ажырасуды көпке ұзартпаған. Ажырасқаннан кейін Халид әкесінің тағдырын қайталайын ба деп қорқандығын да жасырмаған. Оның да жөні бар, өйткені әкесі 5 рет отбасын құрған екен. Дегенмен көп ұзартпай, Халид актриса Бергүзі Корельмен танысады. Олар ең алғаш мейрамханада кездейсоқ кездескен екен, бірақ махаббаттары 1001 түн сериалында бірге ойнаған кезде басталады. 2009 жылы ғашықтар үйленеді. Той әдемі әрі шулы өтеді. Актриса Халидтен 12 жас кіші болғанымен, олардың қарым-қатынастары үйлесімді және бақытты деп атауға болады. 2010 жылы ерлі-зайыптылардың Әли есімді ұлдары дүниеге келді. 2020 жылы екінші ұлдары, ал 2021 жылы қыздары дүниеге келді. Кейін 2016 жылы жұп тағы да бір жобаға «Сен менің отбасымсың» сериалына түседі. Халид бір сұхбатында отбасылық істерден жалықпайтындығын, тіпті Бергүзермен бір жобада түсіп жатқанда да әйелімен өзін жайлы сезінетінін айтқан. Және олар барлық бос уақытын ұлдарымен өткізуге тырысады. Ал актердің соңғы жобасы 2020 жылы Вавилон сериалы болды. Мінекей достар, актер туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.